Аққа Құдай жақ демекші, біздің ақ машинаға күн қатты түсе бермейді негізінде. Қара машинаға күн қатты жақ бола ма білмеймін. Жалпы ағамыз қатты күннен қорғанатын сияқты, өзінің жағдайын қатты жасайтын сияқты. Мінекей артына жалюзи қойып қойған деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Осындайлар салып қойған, мінекей есігінің артыңғы обшивкаларын осылайынан қызыл жіппен қаптатып қойған. Сіздер де осындай нәрсені ақпен, көкпен, машинаның түсіне қарай жасатып қоюларыңызға болады. Және де байқаған нәрсем, айттым ғой, бұның ішінде жалюз, полюз бәрі бар деп. Даже артыңғы қараңыздаршы, артында енді шаңын тауып алдық. Бағаналы деді, жуып, кешіп келатқан деді. Бәрін біліп қойды, мынау жуылмай қалыпты. Артына дейін даже шторкамен қорғанып жүреді екен ағамыз. Динамиктер қандай тұр артында? Артында пионер. Пионерлер тұр, алдында DL-ден 2.16, 1.20-лық тұр екен, Мінекей, достар, 2.16, 1.20-лық, 1.5-лықсымен тұр. Магнитофоны қандай? Так, не да мынау? Аура. Аура жетпіс. Аураның оригиналы тұр екен магнитофонында сразу. Және де тағы да күннен қорғанатын деп айтамыз да, жаңбырдан қорғанатын дейміз да. Мінекей артыңғы кадирок деп айтады, әркім әртүрлі қойылады. Және де мынау жана ма, жанбай ма? Жанбайды. Жанбай деген дельфинчик сияқты бір әдем көрсетеді. Машинаның сыртындағы артыңғы спойлері заводской, бампер, порог, алдыңғы решетка, олардың барлығы бірге келе береді. Если что, Абукарға тапсырыс берсеңіз де болады. Мынау біздің Грантаға деп қоямыз да. Жалпы, мінекей, бампердің артында тұрған, мына жерде бірдеңе қойған кезде сырылмас, жырылмас үшін накладка қойылған, және де сәл ерекшелік болып тұрсын деп, артына мынау Приораның катафоттары негізінде әдемілеп қондырып қойған екен. Задний камерасы бар, арты екі глушитель. Қандай қойған? Стингер қойғасы ба? Полный трасса? СТТ, полный трасса, дұрыс, СТТ қойған. Артына, мінекей, артыңғы стоптары AMG стильдегі, алдындағы 222-нің стиліндегісі қойылған. Еще бұның сыртына тағы да не қаптап қойған ғой, табылмайтын нәрсенің бәрін ағамыз жабыстырып қоя деген. Енді көлігін соншалық жақсы көргеннен кейін мүмкіндігінше салады. Әрине, дәл қазіргі уақытта өзіңді өзің дамытпасаң, өзіңе ақша самасаң, өз брендіңе ақша құймасаң, ешкімге де танымайды, ешкім сен ешкімге де керек емессің, дұрыстың ба? Дұрыс па? Сол себептен де адам баласы магнит болу керек қой, в общем, ақшаның бәрін қалай жүрсе де жабыстырып ала беру керек дегендей. Кеттік. Машина мына жағында тағы не ерекшеліктер бар. Наклейка жабыстыру керек екен, бір Абукардың сол кезде ашатын сияқты деп қоямыз ғой. Жалпы ручкілерінің бәрі ауыстырылған. Мына қараңыздар, тура менің Грантамда тұрғандағыдай Титан кісі. Енді қандай на Титан кісі? Восен. Титан кісі Восен, 16-лық қателеспесем, 195-те 50 деген тұр. Ешқандай пневма жоқ. Минусовой салғасы ба? Минус пружиналар, қандай амортизаторлар тұр, онда ауыстырмадыңыз ба? Өзін заводской тұр әлі. Заводской тұр, заводской амортизаторлар тұр екен. Еще артына тормозной дискісімен бірге суппорт қойылған екен, тормоз басқанда. Тоже заводской. Бұл да тоже заводской дейді. Заводской болады ғой. Бұл Гранта негізінде таза спорт. Осы стилін жаңағыдай бамперлер мен X-Mug-тың бамперлері қойылған, енді хит болған. Және де бұда ерекше нәрсесі алдынан қараған кездегі самурай жабыстырылған. Егер де самурай қоям, қалай болады екен деп ойланып жүрген достар болса, мінекей самурай кондері бар бұл машинада. Фарасы осындай мэр стилімен. Алдында осылар қандай стиль еді? Соған ұқсат. Жалпы айтқан кезде ангелымен бірге, лупасымен бірге фарасы, және де мына жерде ДХО дополнительный көріп тұрғандарыңыздағыдай қойылған. Сыртындағы осы, және де керемет видті алыстан қараған кезде назарды алатын боковой зеркаласы, мінекей BMW стильдегі крышкасы қойылған, Гранта деген жазулар қойылған. Мінекей еще жаңбырлы кезде бір темекі шегіп атсаң, болмаса іш буланып жатса, керек нәрсенің бірі ветровик қойылған екен, достар. Салонына келетін болсақ, барлығын толықтай айта кетпедім. Салонына келген кезде AMG дефлектрлер мінекей четкий қылып қойған екен. Мен әлі четкий қылып қоя алмай жүрмін. Светтері жанып тұратын қылып істеген. Неге көк болып тұр? Цветтер ауысады ғой бұның. Цвет ауысатын түрін қойған екен. Мінекей көк, ақ, қызыл болып жанады. Android өкінішке орай қойылмаған. Бұл жерде заводской стоковый магнитофоны тұр. Келіп көрсетіп жүрсең болады.
ағамызға бір рөлді ұсынамыз ау деймін деп қоямын да. Жалпы мына жердегі пешке қосатын күлшәтілдердің бәрін стилін өзгертіп, кәдімгідей әдемі қылып, ішінде жанып тұратындай қойдырылған мінекей ор стеклодан жасалынған хит болып жатқан печкінің күлшәтілдері. Бер жақындатып көрсетер. Болды. Салон айта кеттік. Жалпы Еваполи қып-қызыл, қараға қызыл әрқашанда жарасып тұрады. Машинада музыкасын өкінішке орай қосып көрсете алмаймыз. YouTube арнамызда ондайға рұқсатты етілмеген. Багажына келейік. Багажында не бар екен? Сосын мына от алдырған кезде мына жерде менде не көрсетеді ғой? Нені көрсетеді? Тахометр, спидометр, сосын вентилятор отдельно қосып өшіру керек. Бәрі соны сұрайды. Болды. Давай, көрейік. Соны. Аласың ба? Аласаңыз. Ағамыз көрпеше дайындап қойған ба, в общем, ары бер, что-то бірдеңе. Или айтпақшы тренерлі ғой. Тренерлі анау тренировкаға бармаған кезде, Астанаға, трассаға бір жерге шығып баратқан кезде қой шаң болмасын деп, былайынан отжимание солай емес аға. Жалпы тағы да бір нәрсе айта кетсеңізші. Бұл кісі тренер. Дене шығару, жалпы спортпен айналысу керек әрбір жас. Бұндай ағаларды әрқашанда көрсетіп айту керек. Өйткені қазіргі уақытта машина бәрін қоя берші, адамдар денсаулыққа қатты көңіл бөліп жатыр. Киім кигенде жараспайды, дене ауырады, жалпы. Бір-екі кеңестеріңізді беріп жүрсеңізші. Енді кеңес беретін болсам, спортпен шұғылдану керек. Аптасына кемінде 3 рет, немесе маған өзіме хабарлассаңыздар, келсеңіздер, қолдан келгенше көмек берем. Мен өзім қазіргі таңда действующий спортсменмін, пауэрлифтингтен. 2 дүркін әлем чемпионымын. Красавчик. Мастер спорттың международный классы. Осы Қазақ Шымкенттің атын басқа қалаларда, басқа мемлекеттерде шығарып жүрген жайым бар. Егер жарысқа шығам, жалпы спортпен шұғылданам, қызығушылық танытып жатқан жандар болса, хабарласыңыздар. Одан кейін маған бір 3 кеңес беріңізші адамға. Всегда пайдалы. 3 кеңес жалпы. Спорттан ба? Спорттан. Спорттан болатын болса, ең бірінші питание. Питание, ұйқы, және кемінде күнге таңертең 15-20 минут разминка. Ең керектісі. Мен де берер кеңесім сол, қазіргі уақытта командама сондай нәрсе қатты қойып қойғам. Давайте 11-ге дейін ұйықтаңдар. Азында ерте тұрып 1 километр, қызым, уақытын қарамай 1 километр жүріңдер деген сияқты. Жалпы мен келсем, мінекей ағамыздың неме айналысатынын көрдік, енді дәл ары қарай кеттік. Мінекей усилитель қойылған, одан кейін усилитель ішкі жағында да бар, сиденьяның артында. Көрсетемізсең. Сиденьяның артында да усилительдері бар. Мына жерде усилитель тұр, динамик, сабы, мынау корыбы, апокалипсиске қойылған. И одан кейін мына жағы полный жабылып, тап-таза, четкий болып тұр. Мына жерге тек қана спортивный киімдерді сақ қоясын, четкий қылып тазалап жүресің. Әрбіріңіз осылай көліктеріңізді жақсы көріңіздер деген деп жатыр. Одан кейін ең басты нәрсе, бұл машинада музыканы қойған кезде салоннан әң-шәң болып бір мақтанып баратқаныңды көрсетпейсің. Кәдімгідей музыканы рахаттанып тыңдағаныңды білдіре аласың. Неге? Олай десеңіздер, бұның полный обезшумкасы плотно 3 слой болып ұрылған екен. Қараңыздар, мінекей қанша автосалонның жаңа машинаның көрсетем да тоқылдатуға қорқам, майысып қалама, бірдеңе болып қалама деп. Енді жамандағанда емес, негізі барды бар, ашықты ашық айту керек. Сол себептен де мінекей обезшумкасы дерзкий. Осылайынан көліктеріңізді четкий, дерзкий қылып жүрсеңіздер болады. Менің берер кеңесім достар, егер де сіздерде де осындай жинаған көліктеріңіз болса, бір көрсеткілеріңіз келіп жатқан көліктеріңіз болса, мен әрқашанда дайынмын. Жекеге шығыңыздар, бір-бірімізді танытайық, бір-бірімізді осылай араласайық. Алда уақытта сходкілер, выставкілер болады деген ниеттемін, но барлығы жай-жай аз-аздан үздіксіз осылай болады. Аға, рахмет, уақыт бөліп көлігіңізді жуып бір уақыт бөлгеніңізге. Сәттілік. Рахмет сендерге де, жұмыстарың алға қоса берсін. Біз әрқашан Абукардан зат алуға әрқашан келіп, сол жерде сіздердің ең жоғары деңгейдегі заттарыңызды, товарларыңызды алуға дайынбыз. Барлығына рекомендовать етем, барлығына сол жерден алуға.
бізге қызмет жасап жатқандарыңызға, бізге Ау. керекті заттарды Барынша алып пайдалы келіп болу жатқан, біздің пайдалы мақсат. болу. Сол жұмыстарың алға баса берсін, тек қана. Ал достар, кезексіздер де комментарияға төменге қандай көліктеріңіз бар, нөмірлеріңіз бар, бәрін аямай жазып кетіңіздер. Біздің видео ұнаса лайк, колочка, тіркелу барлығын ұмытпаңыздар. Күн сәтті болсын. Ютубқа осылай обзор аға. Инстаграмға бір күн айтамын.